Күннің әсас вақаларақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Ленуза Бурсеитова çalışam. Hayırlı akşamlar. Ellerden күчлі рух. Аллаға шүкір, мен бұны япып болдым. Ve мен кім күчлі olғанını izbatladım. Amitxan Abduramanov өз mükafatlarının büyük toplamına növbеттeki altın medalini koştu. Kırım төзеліп başlay. Hastalık darkalığı eksilmesine aşılama yapılığı tesir etti. Kırım sakinlerinin 70'ten ziyade faizi koronavirustan aşı yaptırdılar. Yanı dünya peyda olgan yer. Cumhuri perinatal merkezde 11 ay devamında 4800 bala doğdu. Yazlık su basıular devamında zarar көрген iş adamlarına tazminatlarını dekabrның 15'inde төлеп başlayacaklar. Bu haqda Sergey Aksyonov Kırımның iktisadi inkişafı Naziri Dmitriy Shiryak ile keçirilgen toplaşıqda bildirdi. Cumhuriyet yol başçısı qayd etdi ki, memleketimizning prezidenti Vladimir Putinning havalesi boyunca Rusiya hakimiyeti maddi yardımga 355'ten ziyade milyon rubley ayırdı. Keriç iş adamlarından 248 istek ve Yaltalılardan 150'den ziyade istek bildirildi. Paralarını adamlar yaşamağan odalarının tamiratına yollayacaklar. 1 kvadrat metrge tahminen 6000 rubley. Bundan da gayrı 3 aylık kiralık tolef paraları kaytarılacak. Maliyevi yardımını hem koçme hem de bazarlarda yerleşken ticari obyektlerinin sahipleri elde edecekler. Paralar dekabrның 24'üne kadar tolenilecek. Onun hikayene kolunu arm sportnen oğraşkanlar Demir El dep adlaylar. Kırım-tatar arm wrestler Amitxan Abduramanov mükafatlarının büyük toplamına növbetteki altın medalini koştu. Endi o sağlık jetten imkanları sınırlı olgan adamlar arasında dünya çempionu. Galibi Kırımga Rumıniyadan getirildi. Vatandaşımız hakkında bizim levhamızda seyretiniz. Өз карьерасы ақында о саатлернен тариф ете біле, ве бұл спортта өзіні севгені üçün дегіл. Аксине, Қырым-татар милли қараманымызның аддашы олған ватандашымызның уникаль тағдиры айретте қалдыра. Аmitxan Abduramanov екі мемлекетінің, Өзбекистан ве Русияның халқара спорт ұстасы, Асия чемпионы ве дүния чемпионы. Кичкене бала олғанда ағыр яраға оғрады, ама тамам шу ал оны қавилештірді. На благо Всевышнего. Аллах Тааланың емірі ile керек olған вақыт, керек olған ерде ойлы инсанлар рас келділер ки, мен оларның тырышуларынан сақ қалдым. Bundan соң мен спортқа берілдім. Армрестлинг өмірімде бірінші спорт чешітідегі еді. Bundan evvel баскетбол ве күрешувлер oldu. Спорт ве Аmitxan бір-біріні таптылар. Шашылacak şey, ama чемпион еллер ең мұйым olған спорт чешітіні сечті. Асылында армрестлерлер дигер елінен маса үстіндегі мақсус тұтқышыны қолланалар. Böyle olmasa бір тұтышув жиди телукедір. Приходится собственным телом распределить. Өз вүжүдіңнен ағырлық мерkezini doğru қойып, рақыпны керекли тарафқа тартмақ керек. Бұл физика ве атта биомеханика олып чыға. Қараманымыздың бір еді олса біле, о демірден. Тамам шу елнен Amitxan дүния алтынını қазанды ве Румыниядан ватанымызға ғалибеннен қайтты. Амма не чемпионат, не мукафат olmaması da ақылға келе. Bunun себепчісі пандемия. Devamlı вақыт қырмызы зонада екімлерінің ясақлары. Амма спортчы кенеде системге қаршы шықты ве кенеде ғалибе қазанды. Я принял решение все-таки. Мен не olsa da азырланмаға қарар алдым. Чүнки бұңа чоқ вақытымы бағышлаған едім. Бұңа етмек үшін. Эмде bu sene чемпионат эм вақытыны, эм пропискасыны деніштірді. Гурджистан еріне Румыния, эрте куз еріне кеч куз. Нәтижеде азырлық кереклі кібі олмады. Белі бір күнлерге сен өзіңі яқшы шекілге кетіресің. Бұл вақыт, оппа, дүния чемпионатыны башқа вақытқа кечіргенлер. Азырлық циклны дейіштірмек керек. Шының үшін бұл сене пек ағыр oldu. Тұтышув кадрларында көріне ки, Amitxan ютқызмаға ақы жоқ еді. Оның Гурджистанлы рақыбы пек күчлі олғаныны ватандашымыз бірінші ел тұтышуындан анлады. Ғалибе қазанмақ үшін демір спортчыға мертве қатты олмақ керек еді. Формула идеал еді. Назари жеттен бұның имканы жоқ. Беден жеттен исе пек ағыр еді. Чүнки хата қачырмаға ақ жоқ. Аллаға шүкір мен бұны япып олдым. Ве мен кім күчлі олғаныны избатладым.
Аметхан Абдураманов енді дүния чемпионатында иштирах еткен еді. 10 ел евелсі Қазақстанда, Русия ве Өзбекистан бойынша есе оның мукафатларыны сайып чықмақ пек ағыр. Böyle ғалебелерден сон en muhimi keyfiyetli rahatlanув. Tamamşı kolay değil. Енді январь айында спортчыны Русияның Орел шehirinde nevbetteki чемпионат беклей. Дауд Чахалов, Тарас Близицкий, Вервин Эмиралиев, Миллет Ичун. Санада 6 ел bu vaqt devamında Yanardağ adlı yaş Kırım Tatar ansambli Cumhuri Butun Rusiya ve Çetel sanalarında çıkışta buluna. Kollektivning mukafatları arasında 50'ge yakın kubok ve 200 fahriyarlık. Bir oyun bu ilham, sevgi ve çok asırlık tarih. Artistlerinin muhbirlerimiz subet etti. Milli oyunun hareketleri o kadar nazik ve yengil sanki artistler sana üstünde uçarlar. Ama bu yengillik артында onlarca repetitsiyalar. Bunlar hepsi adi meşguliyetlerinden başlana. Derslerden bu kısmı ayak ve arka delilerine kaviliştirir. Sonra dinamik hareketler üzerinde çalışırlar. Енді sarma üzerinde çalışamız. Sarma uku, ellerini sarmağa, bu yerde eller belde. Hazırlanamız ve kettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kızlar eller plastikası üzerinde çalışalar. Hareketler yaldağan kıbı, tebessüm, harizma. Sanada özlerini nasıl alıp barmak gerekler. Oğlanlar da hareketlerinin kattılığı üzerinde çalışalar. Her şey doğru olmalı. Recepevlar Korantası ansambl yaratmak hakkında çoktan arz etiydi. Bu maksatqa 2015 sene erişip oldular. Bugün kollektivde 100'ge yakın adam var. Балалар çıkışta bulunmakны, konkurslarını pek beğeniyorlar. Onlar bizim seviyemiz nasıl olmasını anlamağa ve daha ziyade tırışmağa imkan veriyor. Yanardağ serlevası ansamblge pek kelişi onun tabiatına aks etiriyor. Nasıl adlayıq dep pek çok düşündük. Adetten tış bir şey olmasını isteyedik. Adamlarının akılında kalsın dedik. Sözlerini geliştirdik. Tercümanlarla sübetleştik ve Yanardağ degen sözünü tercüme etkende birden beğendik. Ansamblinin adını böyle koyduk. Koreografiya bu tek dülberlik ve zariflik değil, bu da kuch ve kuvvet. Bunlar yan-yanaşa kelmesi neticesinde regional ateşinin oyun peyda ola. Ansamblimizni pek sevem, çünkü reberlerimiz pek güçlü. Balalar şen ve her daim bir-birimizge kol tutamız. Yanardağ'a katnaganlar arasında en küçük oyuncu 4 yaşında. Artistler çıkışlarga hazırlanalar, balalarga endi kostümlerine tıkıp başladılar. Mart ayında ular ilk sefer büyük sanaga çıkacaklar. Men Kırım Tatar oyunlarını pek beğeneyim. Ansamblge yakın 3 ay katnayım. İnkişaf etmek men üçün pek meraklı. Muntazam repetitsiyalar devamında oyuncular bar kuchnen çalışalar. Neticede ansambl her yıl yanı muvaffakiyetlerge erişe. Biz Kırım'da geçirilecek konkurslarga hazırlanamız. Şimdilik bu nasıl tedbirler olacağı belli değil. Bari ise kıtaga barıp yetmege hazırlanamız. Bu Soçi olsa gerek. Meraklı koreografik kompozisiyalar rahiplerge fırsat kaldırmay. 6 yıldan beri Cumhuri Butun Rusiya ve Çetel konkurslarda Yanardağ şerefli mükafatlarını kazana. Oyun ansamblinin hesabında 50'ge yakın kubok ve 200'ge yakın fahri yarlık. Onlardan arasında Kırım Tatar halkı için ayrı cemiyeti soyu. Milli medeniyetimiz saklanılığı için mahsus diplom. Şimdi 21. asır. Herkes modernizatsiya etilgen bir şey koymağa tırışa. Bu doğru elbet. Devirnen bir adımlamak gerek. Ama bizde olganını saklap kalmak da pek mühimdir. Eskiden kalgan oyunlarımızны, hareketlerimizni. Şimdi ansambl yanı programı üzerinde çalışa, oyuncular onu bu arada takdim etmege niyetleneler. Elmas Ablakimova, Sevilla Mimetova ve Hasan Ibragimov, Millet için. Kırım sakinlerinin 70'ten ziyade faizi koronavirustan aşı yaptırdılar. 900'den ziyade Kırımlı birinci komponent sançısını aldılar ve yakın 750 adam tolusının aşılandı. Bugün Ahmedjit'te aşılama noktaları nasıl çalışkanı hakkında bizim levhamız. До свидания. Следующий заходите, пожалуйста. Лариса Галактионова өз сағлығына пек мұқайт. Коронавирустан ашыны біріншілер сарасында алды. Бүгін ревакцинацияға келді. Бұл адымны пек мұйым деп сая.
Бу иш не кадар муим олганын аңлайым. Мен үчінші кере ашы яптырам. Экі ашыда ич бір ағырлық дуймадым. Шымды исе асылында бір шей сезілмеді. Жумхуриятымызде COVID-19 хасталығы дарқалывынен ен керген вақыты Кузьмевсіміне раст келді. Айны шу вақыт ашылама яптырмаға істегенлерінің сайысы артты. Октябрь-ноябрь айларында 5-ші поликлиниканың тебейджілері бір күнде 800-ге адамға ашы япайдылер. Бүгін 3 кере азжа. Біз көреміз ки адамлар ашлама басамағына зиядеже месулетлікнен янашалар. Шының үшін Қырымда ашы яптырғанларының сайысы тоқтамай артта. Тебейджилерінің сөзлеріне көре толысынен ашы яптырғанлар арасында тек бір екісі алсызлыққа шикает етелер. Умумен алғанда адамлар ашыны яқшы кечірелер. Ярым ел евелсі Екатерина Елушова ағыр шәкілде коронавирус хасталығына оғырады. Ақжигерлері 40% зарарланған еді. Бір ай хастаханеде ятты. Бұ ашыдан редетівінің нәтижесі олды. Бүгін қыз санчыға келді ве бұ доғры қарар олмасындан емин. Мен бұл сененің июнь айына же ашы яптырмадым. Афсуски бұндан соң бір ай хастаханеде яттым. Алым пек ағыр еді. Бұне қадар жидди олғаныны аңлаған соң ашы алмақ үшін келдім. Ахмеджеттегі 5-ші поликлиникада әліге ашы япылығы 2021 сененің январь айындан берлі девам ете. Бұл вақыт девамында мында 29 bin адам ашыланды. Умумен Ахмеджетте 12 ноқта чалыша. Оларның 6-сы мобиль веда 6-сы стационар. Хасталық дарқалығы эксілмесіне ашылама япылығы тесір етті, әлбет. Бұл құсусан Қырым пайтақтында көріне. Бізім Ахмеджетімізде бұйыклер әлесі арасында 80-лерден зияде файызы ашыланды. Ярымадада ковид хасталығының дарқалу севиясы экселі башланды. Ковидке қаршы ашыны қырымлыларының 70%-дан зиядесі алды. 900 бинден зияде қырымлы бірінші санчыны алдылар. Ве яқын 750 bin адам толысынен ашыланды. Олег Чурин, Лиля Кашка, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Жумхури перинаталь мерkezде 11 ай девамында 4800 бала доғды. Бұ кечкен сенеге баққанда 300-ге зияде. Білгілі екімлер земанави донатмалар ярдымынен ерте доған балаларны бақалар ве оларның чешіт хасталықларыны тедавилейлер. Бұ сене ең кечкене яңы доған бала 530 грамлық олды. Декабрның 13 күні тыбби мойсе 9 еллығыны қайдете. Ойерде Сусана Садыкова бұлынды. Бу сәби 6 айлық доғды. Чекысы 1 кило 24 грамм олған жан ұғырында тебейджілер 6 күн көрештілер. Яшана да бұл вақытны реанимация бөлігінде кечірді. Шымды ән ағыр күнлер кечміште қалды. Лилия Багинина чок бекленілген бірінші evladından бір адым ұзаққа кетмей. Шымды енді яқшы, біз 1 кило 800 грамға яқынлаштық. Баланың алы стабиль, яқшы, енді өзіміз шишеден емеміз. Яваш-яваш осеміз, бұл мерkezде ершей пек яқшы, вақыт ярдымға келелер. Мен ершейні пек бегендім. Бір ай давамында яны доған балаларының патологиясы бөлігінден 45-55 кеже бала евге йоланыла. Бұндан evvel оларны тебейджелер геже күндіз бақалар. Балар өзлері еміп ве кислородсыз нефес алып башланға же мұнда бұлыналар. Мұнда ағырлықлары артып башлай. Бұндан сон епсі балар аналары олған палаталарға кечерелер ве евге қатнаған же анда бұлыналар. Аналарға бала бақмақны огретеміз, рухият жетен ве қол тұтамыз. Бізім бөлігімізде рухиятчы чалыша. Бұ тебей мойысеседе дүнияға келген ән уфақ баланың ағырлығы 400 грамм еді. Бөйлелеріне әжіле суреті мақсус күвезге қойып реанимация бөлігіне кечерелер. Бір сәние әмиетлі. Бұ интенсив терапия реанимация бөлігі. Бұ ерде яны доған балалардың жаныны құртаралар. Күмерде ярдым кило доған сәбилер ола. Оларға келешкен шарайт яратыла ве бойле балачықларыны бақы постурелер. Evvel mucize көрінген tibi технологиялар әнді реал яшайышқа çevirildi. Яны doğan balalar küvezlerde sesten, yarıqtan ve ger keder etken şeylerden korçalana. Bir inkubatorda gerekli hava harareti ve dımlık tutula. Егер кечкене баланың ағырлығы аз олса, дымлық 90-95-ке қойыла. Бұндан да ғайры бала үшін юва ясаймыз. Бұ ананың вүжудына ошаған бір ер. Бала үшін бұ инкубаторда шарайт пек келешікледір.
Бу сене реанимация ве интенсив терапия бөлігінде 400-ден зияде бала доғды. Ән кечкене яны доған баланын чекысы 530 грамм еді. Бызым перинаталь мерkezде доған балаларның ағырлығы пек аз ола біле. Бу муддеттен евел дүнияға келгенлер. Бу 1 килоға етмеген сабийлер. Базыда атта 1,5 килоға етмей. Яны доған балар ве оларның аналарыны бақылууда махсус донатмалар ярдым еті. 2020 сене перинаталь мерkezде 4,5 бала доғды. Бу сененің 11 айы давамында бу рахам 300-ге артты. Декабрның сонуна жайтибижилерінің сапларына көре бу рахам 5.000-ге еті біле. Яны коронавирус хасталығы эпісі тедавийлев мөсеселерінің ішіне денішмелер кірсетті. Шу жүмледен перинаталь мерkezінің ішіне де хастаханелерінің профиллері коронавирус хасталығы тедавийлемек үшін деніштірілген еді. Бұ Ақмесжеттің екінші лоқсаханесі, Бақчысарай, Алушта, Жанкой шәйірлерінің лоқсаханелері. Бізде соңки вақыт чоқ бала доғды. Мерkezдің қадимлеріне, екімлерге әркезге тешеккүлер білдірмеге істейім. Біз бұ ішні яқшы кечереміз ве илеріде де бойлы режим çalışmağa niyetlenemiz. Теби Мойсеседе 11 бөлік бар. Меркез саатке бі çalışа. Декабрның 13-де меркез 9-шы доған күніне қайтетті. Бұл вақыт девамында бұл ерде 31.706 яны дүния пейда олды. Сусана Садыкова, Ким Бекиров, Милет үшін. Русия прокуратурасы Қырымда оның инкишафының муим девірлері бір экспозицияда. 18-й асырдан башлап бізім күндерімізге же тарих. Раритет весиқалары, хадимлерінің ретро-донатмалары, пармақ ізлеріні шығарған шейлер, бұлар епсі кечмішінің текрарланмас мұйтыне далдыра. Экспонатлары бірінші оларақ студентлер олайжақта прокуратура идаресінде çalışacak яшлар көрділер. Бұл шейлеріні бұтын дүниядан бірер топладылар. Кемер шейлер бұл сада çalışқан ветеранларының мүлкиетідір. Сергі екінленген соң кемер раритет шейлер оларының сайыплеріне қайтарылacak. Кемерлері ise ebediyen музей фондларына кечежек. Экспозицияда тақдим етілген экспонатлар елден елге кечіріледі демек мүмкін. Ярмадамыздың сакинлері ве мұсафірлеріне ажай бір имкан ачыла. Олар прокуратураның тарихы, весиқалары, фоторесімлері ве ветеранларының хатырлавлары ile таныш ола білелер. Машинаны рұқсет берілмеген ерде қалдырсаң пара төле. Ахмеджетте госавтоинспекция идаресінің ве Крым троллейбус мойсенің хадимлерін евбеттекі сефер рейд кечірділер. Иш группасы Қырым пайтақтында айдавчылар yol қайделерінің насыл риает еткенлеріні тешкерділер. Ос нақлиятыны мүмкін олмаған ерлерде қалдырғанларының насыл жеза беклеген аққында Сусана Садыкова тариф етежек. Yol işaretlері айдавчыларға кедер етмей. Yolның чатында машиналар сыраларнен тызылы. Айдавчылар машинаны қалдырмақ ясақ деген işaret тубында тоқталғанларның себеплері фарқлы. Мен сықалда бөлі парковка етмейім. Менің acileyişim чықты ве тоқтатылмаға мечбур олдым. Мен хазайы сигналнен отырдым. Ama kaideler herkes için bir. Böyle parkovka adamlar için haflı ve yol hareketinin diğer iştirakçilerine tülükке pek çok kolaysızlıklar yaratabilir. Trolleybuslarının aydavcıları bu meselege erkun rastgeleler. Машинаны қалдырмақ ясақ деген işaret түбінде тоқталған нақлият сықалда кедер ете. Хусусан троллейбусларға, чүнки біз нормаль кечіп оламаймыз. Машинаның сайыбы келіп, оны четке алмағанче 1, 2, 3 яда 5 троллейбус беклеп туралар. Bir mesele da birkaç meseleni yarata. Саба балаларнен чапасын, мұна мен мисал оларақ, торынларымнен ашыққам, автобуслар атта пиаделер кечетінде тоқтаталар. Біз насыл кешмек керекміз. Нетижеде яда бала кеч қала, яда біз, эсли башлы адамлар зорлықлар чекеміз. Erkun yol hareketinin hafsızlığı temin etilivi boyunca baş idarilігіне onlarca müracaat kele. Aydavcılar ve piyadeler kanunsuz yerde toxtatılған arabalar hakkında haber eteler. Bizim aydavcılarımız duraklarga yakı kelgende böyle meselege rast kelelер. O yerini ve arabalarını öz telefonlarına foto çekeler. Erkun bir kaç müracaat GİBDD'ge yollayımız. Bir kunde 5-6 ola. GİBDD hadimleri vakit tapıp böyle vakit seslenmege
кечірмеге тырышалар. Рейдні Крым троллейбус Вегос автоинспекция хадимлері кечірелер. Бұ иш нахлият назерлігі вақырым Жамхуриеті елбашчысының ярдымчысы Станислав Грецкерле берлігінде эдайтілі. Қанонсыз ерде тоқтатылған машинаны көрген вақыт тешкережілер протокол тізелер. Ве оны бозучыға туттыралар. Егер инсафсыз айдавчы жойылып кеткен олса, машинаны жөреме мейданына алып кетелер. Мемурий пара жазасы бар. Русия Федерациясының қанунлары 12.16 маддесінің 4-ші қысмы бойынша 1,5 рубле миқдарына жаза тайынлене. Қанун бойынша 50% ендірім ола біле. Яни 750 рубле, егер бозуcu жүремені 20 күн девамында төлесе. Ахмежете парковка қайделері бозылмаса бойынша бір ай девамында рейдлер әркүн кечіріле. Тек ярым саат ішінде тешкережелер группасы 5 протокол тызды. Сусана Садыкова, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Бұл нұқтада екінлейім, бізілі олыңыз.